Түлектер, ата-аналар, қазір сәлден соң тікелей эфирімізді бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз ұлттық тест-центр орталығының директоры Смагулов Дидар Нұркенұлы. Сәл уақыттардан кейін ол кісі кіріп, біздің қонағымыз болатын болады. Біздің Instagram парақшамызға келіп түскен сіздің сұрақтарыңыз, біздің өзіміздің сұрақтарымызды қоятын боламыз. Жалпы 2021 жылы ұбт қай жағынан өзгерілді, қандай форматта болады, соның бәрін талқылайтын боламыз. Басында сұхбат барысында біз эфиріміздегі мына комментарийлерді түсіндіреміз, бірақ соңында сіздерге де көрермендер айтылмаған мәселелер болса, талқылау үшін сіздерге де уақыт береміз. Сіздің сұрақтарыңызды оқитын боламыз. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие ученики, родители. Сегодня у нас будет эфир с директором Национального центра тестирования Смагуловым Дидаром Нуркеновичем. Сейчас, через несколько минут мы уже начнем свой эфир. В общем, разговор пойдет, как будет ЕНТ в 2021 году, какие изменения, в каком формате будет проходить ЕНТ. Вначале мы выключим комментарии, только в конце мы дадим вам возможность, если те вопросы, которые мы не сказали, не озвучили, вы можете написать в комментарии. Сегодня интервью, получается, в прямой эфир с Дидаром Нуркеновичем будет в прямом эфире на двух языках, и на казахском, и на русском. Постараемся и на казахском, и на русском объяснить вам. Все доступно, все правильно. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің эфиріміз екі тілде өтеді, қазақша және орыс тілдеріне. Барлықтарыңызға түсінікті болу үшін осы екі тілде түсіндіретін боламыз. Қазір басында біз комментарийлерді сөндіріп, Дидар мырза кіргеннен кейін соңында сіздерге мүмкіншілік береміз. Егер біз қандай да бір мәселелерді талқыламасақ, айтпай кететін болсақ, соны сіздер кіріп сұрасаңыздар болады тікелей эфирде осы Дидар мырзадан. Эфир сақталады, да, эфир сохранится, но советую прям в лайве, онлайн смотреть этот эфир, потому что будет очень интересно. Сейчас минуту на минуту уже должен зайти Дидар Нуркенович. Ждем его. Құрметті көрермендер, тағы да қайталап кетем. Қазір біздің тікелей эфиріміз. Дидар Нуркенұлы, қайырлы кеш. Кеш жарық. Қайырлы кеш. Барлықтарыңызға осы орада қайырлы кеш тілеймін, тағы да бір мәрте. Сіздердің барлықтарыңызға естіліп тұр ма? Добрый вечер, дорогие ученики, родители. Как вам слышно? И меня, и Дидар Нуркеновича как? Хорошо слышно? Кеш жарық, достар, жақсы естіліп тұр ма? Жақсы болса, біз кездесуімізді жалғастырамыз. Дидар мырза, біз қазір басында в начале комментарийді өшірсек, қазір біз өзіміздің Instagram парақшамызға түсіп келген сұрақтарды талқылаймыз. Сосын ол оқушылардан және ата-аналардан. Сосын барып соңында уақыт қалатын болса, біз қайттан осы көрермендерге мүмкіншілік беріп, сол сұрақтарды, айтылмаған сұрақтарды талқылайтын болсақ. Әрине, уақыт міндетті түрде қалады. Сұрақтарға біз арнайы бір уақытын бөлеміз. Хорошо. Тогда я выключаю комментарий. Қайырлы кеш, тағы да Дидар мырза, біздің сұхбатымызға қош келдіңіз. Осы оқушымен маңызды ақпарат бөлісуге бізбен келіскеніңізге көп рахмет. Баршамызға белгілі, қазір 2021 жыл турасында көптеген сұрақтар, көптеген, орысша айтқанда, разные слухи, как будет проводиться, в каком формате, какие изменения и так далее. Вот мы хотели сегодня на чистую воду все вытащить, все вопросы, как будет и так далее. Осының барлығын ара жігін ажыратып, оқушылар мен ата-аналарға тоқ етерін ашық етіп түсіндіргіміз келеді. Олай болса,
көп созбай сұхбатымызды бастайық. Иә, Дидар мырза. әрине. Күнде жаңа ақпарат шығады, біз өзіміз таңғаламыз, қайдан шығарады оны. Әртүрлі ақпарат, күнде біз оны жоқ, ол дұрыс емес, бұл фейк ақпарат деп жауап беріп отырамыз. Сондықтан басынан бастап балаларға ұсыныс біздің ресми орталығымыздың ресми парақшасынан барлық ақпаратты алуға болады, комменттерде, посттарымызда. Сондықтан WhatsApp-тан келген, аудиомен келген ақпаратқа сенбеңіздер, тек қана ресми парақшалардан ақпарат алуға шақырамын сіздерді. Жақсы. Сегодня будем проводить, Дидар мырза, на 2 языках, чтобы всем ученикам, которые сегодня присутствуют в прямом эфире, всем понятно было. Қазір бірінші сұрағым, ең алғашқы көкейімізде жатқан сұрақтардан бірі, осы жақында жаңалықтардан естіген болғам, точнее оқыған болғам. ОБТ-да функционалды сауаттылыққа өтудің мақсаты оқушылардың жаттанды білімін арылып, яғни жаттаудан арылып, өз ойын жетік құра алатын ұрпақ тәрбиелеу. Яғни, мысалға, Қазақстан тарихындағы жылдарды алып тасталды, ешқандай жаттаулы болмайды деген рас па? Шынымен, бүгін біз барлық сұрақтарымызды функционалдық сауаттылығы арттыру анықтау үшін осы бағытқа өзгердік. Бірақ тарихтан мүлдем барлық даталарды алып тастау ол мүмкін емес. Өйткені ол тарих бір белгілі көлемінде сол оқиғалар болу керек, ол түсінікті. Сондықтан біз еліміздегі тарих бойынша институттардың өкілдерін, мұғалімдерін жинап, 3-4 жиналыс өткіздік. Біздің ойымызды жеткіздік оларға, не үшін бізге керек. Өйткені УБТ-да көп осындай сандар болса, біз бәрібір сол есте сақтау қабілеттеріне келеміз. Ақпаратты түсіну, ақпаратты пайдалану емес, тек қана еске сақтау қабілеті. Сондықтан оларды бізді қолдады. Қазіргі таңда Қазақстан тарих бойынша 50 оқиғаның нақты жылдары бекітілген. Біз оны қазір Білім және ғылым министрлігіне жібердік келесуге. Білім және ғылым министрлігі өз келесуін бергеннен кейін біз оны міндетті түрде жариялаймыз. Қазақстан тарихы бойынша 50 оқиға, дүниежүзілік тарихы бойынша 100 оқиға. Және УБТ-да тек қана осы тізімде көрсетілген оқиғалардың күндері келуі мүмкін, жылдары келуі мүмкін. Бірақ бір баланы алсақ, мысалы, дүниежүзілік тарих тапсырмайтын балалардан басқа, оларға тек қана 1-2 ғана осындай сұрақ келуі мүмкін даталармен. Түсінікті. Бір балаға бір дата, Бірақ жалпы ең маңызды оқиғалар, бүкіл Қазақстан тарихы бойынша 50 оқиғалар анықталды. Өте көп талқылау болды, кейбір әріптесіміз басқа күндерді ұсынған, басқа оқиғаларды, бірақ 3-4 кездесудің шеңберінде біз бір шешімге келдік. Және біз оны бір аптаның ішінде жариялаймыз. Міндетті түрде осы біздің сайтымызда, әлеуметтік желідегі парақшаларымызда. Сондықтан сәл күтетіңізді сұраймын. Түсінікті. Жалпы жаттандық туралы сұраққа толық жауап берді деп есептеймін. Вот вообще о ЕНТ 2021 года какие изменения, какие новшества? Можете вкратце рассказать? Сейчас в ходе беседы я еще буду забрать вопрос. Я хотел бы отметить, что если сравнивать, допустим, ЕНТ 2020 года и 2021 года, то у них будут общие некоторые моменты. Первое – это то, что они будут проводиться в период пандемии. Мы все прекрасно знаем, что коронавирус никуда не делся, он продолжает существовать. Единственное, он внес определенные коррективы в формат проведения. Мы все прекрасно помним, как в прошлом году на ЕНТ мы попросили уважаемых родителей, педагогов не приходить. Приходили только дети, чтобы не создавать дополнительное скопление людей. В этом году это требование, оно сохраняется. Мы попросим, чтобы никто не сопровождал ребят. Привезли и уехали, чтобы не было скопления людей. Также вход в здание будет исключительно по очереди, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5-2 метра. В аудитории также будут заходить
наши выпускники, соблюдая дистанцию, и рассадка в залах будет уже предусмотрена с 1,5-метровое расстояние между детьми. Это первое, не новшество, а, скажем так, особенность формата, которая была и в 2020 году. Вторая особенность формата – это академическая честность. Мы все прекрасно помним, что в прошлом году мы существенно изменили свои подходы, свои отношения к тем, кто пытается пронести смартфоны. И мы минимизировали такую возможность. Пользуясь случаем, я напомню, что мы со 128 тысяч смартфонов в 2019 году сократили их количество до 2500. То есть их стало намного меньше. Я очень надеюсь, что в 2021 году мы не наберем и 1000 смартфонов. Почему? Потому что одной из первых и главных особенностей компьютерного формата для меня лично является усиленный контроль, так как тест будет проходить по формату один тестируемый, одна камера. То есть над каждым ребенком будет висеть персональная камера, которая будет записывать сам процесс тестирования, в первую очередь для того, чтобы и для родителей была, допустим, какая-то доказательная база, если завтра будут претензии, что что-то пошло не так, что кто-то помешал, мы будем иметь возможность в течение полугода эти видео сохранять, и если у кого-то будут претензии, мы их будем показывать и поднимать и смотреть, да, были ли какие-то нарушения. Ну и во-вторых, это видео позволяет нам исключить использование запрещенных предметов безнаказанно. То есть, как только ребенок попытается, даже если он каким-то образом пронес смартфон через металлоискатель, что не так легко на самом деле, использовать этот смартфон, видеоаналитическая система в автоматическом режиме выявит этот смартфон и уведомит нас, прокторов, которые следят за видео. И если, допустим, я не удалю человека, который использует смартфон, да, проигнорирую компьютерную программу, то завтра это сообщение уйдет выше руководству, что компьютер сообщил, что у ребенка в руках смартфон, а человек принял решение, что это не смартфон. То есть здесь мы сами себя контролируем. И исключена возможность того, что кто-то кого-то будет покрывать, кто-то кому-то поможет использовать запрещенные предметы. Дидан Рупедович, я вот здесь перебью вас, да. Можно спрошу? Мы можем конкретно сказать, что в 2021 году 100% ЕНТ будет чисто и прозрачно? Я вот с большим удовольствием, без зазрения совести, стыда, могу сказать да, и я уверен в этом, потому что год назад, когда вы у меня спрашивали, я сказал 90%, честно признаюсь, и, к сожалению, эта цифра подтвердилась. После проведения ЕНТ мы перепроверяли видео и выявили, что, к сожалению, у кого-то удалось нас обмануть, но мы их всех аннулировали. Теперь же я говорю 100%. Почему? Потому что с начала входа у нас уже будет, можно так сказать, двухфакторная идентификация, потому что ребят мы будем проверять на соответствие их личности на входе. В залах тестирования будет стоять специальный прибор, стойка, и мы ребят просим прийти, и по их лицу мы сразу же получаем данные из государственной базы данных физических лиц. Ребята подтвердят, сейчас при регистрации мы не просим делать селфи, как в прошлом году. Во-первых, это было сложно для отдаленных районов, где слабый интернет, и кому-то приходилось подниматься на сопку, чтобы поймать интернет и загрузить свое селфи. Да, к сожалению, это не совсем правильно. И мы решили полностью отказаться от селфи. Данные мы получаем напрямую из государственной базы данных физических лиц. Те, у кого есть удостоверение личности, они могут просто прийти, их лицо считает сначала этот аппарат, который сразу же проверит их температуру и проверит наличие маски на лице. И все эти, если все совпадает, он сразу же в рандомном режиме, то есть в случайном режиме, определяет место этого ребенка. То есть никто, ни одна живая душа не знает, кто куда сядет. И если кто-то будет говорить, что за деньги я тебе посажу за стелу, я не знаю, за арку, такого не бывает. Во-первых, все фейк. Это фейк. Очень много людей сейчас будут вам много чего обещать. Но запомните, до этого момента никто не знает, кто сядет на какое место. Дальше, после того, как компьютер определил ваше место, вы проходите в зал тестирования. Садитесь за компьютер, и мы вновь попросим вас посмотреть на камеру, которая висит над вами, чтобы проверить идентифицировать вас уже через другую систему. Потому что, как я озвучил, у нас будет две разные системы проверять на соответствие личности, чтобы вообще исключить возможность участия подставных лиц.
После того, как вторая система, которая уже висит над вашей головой, вас пропустит, вы введете свой ИИН, нажмете «Начать тестирование», и только в этот момент формируется ваш вариант. Ни одна живая душа, ни сотрудники центра, ни программисты, ни Комитет национальной безопасности, абсолютно никто не знает, какие вопросы к вам придут. Потому что ваш вариант, он формируется моментально, когда вы нажимаете кнопку. И я еще здесь хочу сказать, что ваш вариант уникален. Ни у одного другого ребенка по всей стране, ни сегодня, ни завтра, ни через 3 месяца этот вариант не повторится. То есть компьютерный тест позволяет нам делать уникальные варианты для каждого тестируемого. Если в бумажном формате вариантов у нас было где-то 1500 за 10 дней, то они повторялись, как вариантов, они где-то повторялись, да, могло быть повторение. Сейчас 100% уникальных все варианты, и чтобы один в один совпали коды правильных ответов у кого-то, там вы там переписали на бумажку, на руку, это бесполезно. Даже если будет одинаковый вопрос, вариант ответа будет уникальный. То есть это второй момент. И помимо того, что будет видеоаналитика работать, следить за шпаргалками, за камерами, также у нас будет ситуационный центр в Астане расположенный с огромными экранами, которые будут в режиме реального времени смотреть, как сдается экзамен. После этого мы опять же будем прогонять видео через систему, чтобы выявить то, что мы не успели выявить во время. То есть после окончания ЕНТ видео также будут просматриваться, чтобы исключить любую возможность сдать тест. Также очень важно, вот я сейчас хочу сказать, уже доходят слухи, что за определенную сумму некоторые люди предлагают взломать нашу систему, но я скажу, что это нереально, потому что наша система тестирования, она проходит не по интернету, точнее не по сети какой-то доступной, она проходит по закрытому VPN-каналу. То есть, грубо говоря, между нашим центром и 56 пунктами тестирования по всей стране проложен кабель. Конечно, это не локальная сеть, да, я не буду врать. Это интернет, но он закрытый. В этот кабель никто другой не включается. На программном уровне все заблокировано. И извне в систему тестирования попасть невозможно. Как бы вам ни обещали за какие-либо деньги. Поэтому, ребята, верить в это не надо. Лучше готовиться, потратить время на подготовку и сдать тест. Тем более у вас будет 2 попытки сдачи. Түсінікті. Құрметті оқушылар, түлектер және ата-аналар, естіген бойынша жаңа мен сұрақ қойдым. Дәстүрлі қағаз түрінде емес, 2021 жылы ОБТ компьютерлік форматта болады екен. Және компьютерлік форматтың бір ерекшелігі, Дидар мырза 100%-дық сеніммен айтып отыр. Осы жылы, 2021 жылы, бірде-бір бала көшіре алмайды. Сол себепті құрметті түлектеріміз, құрметті мұғалімдер дайындап жүрген. Дайындалыңыздар, осы жылы өте қиын болады, бірақ әділ өтеді. Сол себепті бұл жерде компьютердің форматында тағы да ерекшеліктері бар, ол балаларға жақсы. Мысалы, мен ұйымдастырушы ретінде айттым. Және қазір балаларға ыңғайлы және балаларға өте қолжетімді функционал деген өз жауаптарын өзгертуге болады, пәндерді өзгертіп, бірінші, екінші сұрақтарға көшуге болады. Сондықтан өте ыңғайлы және сіздің тарапыңыздан қателер болмайды деп айтуға болады. Мысалы, жауап парағын толтырғанда сіздер бояйсыздар ғой. Мысалы, Б-ні емес, С-ні бояп тастадыңыздар. Немесе басқа пәннің жауаптарын көшіріп тастадыңыздар. Осындай қателер болмайды. Өйткені жылда 10-15-20 адам келеді бізге, жылап, сұрап, бірақ өкінішке орай біз ешқандай көмек бере алмаймыз. Өйткені біздің бұрынғы форматтың ресми құжаты ол жауап парағы. Егер жауап парағында қате болса, біз ешқандай өзгерту жасауға мүмкіндік болмады. Ал қазір компьютерлік форматта осындай қателер болмайды. Балалар өздері қате болса өздері оны өзгертеді. Және компьютерде Менделеев кестесі, тұздар кестесі және калькулятор ішінде болады. Оны пайдалануға болады. Өте ыңғайлы. Өзіңізбен бірге ештеңе алмайсыздар, барлығы компьютердің ішінде болады. Ал егер таза қағаз керек болса, біз сіздерге 5, 10, 20, 25 парақты бере аламыз. Есептерді шешуге, математика, мысалы математика пән бойынша керек болса, физика пән керек болса, біз барлықтарыңызға
таза А4 қағаздарын береміз. Яғни олар кірген кезде есіктен таза, тек қана өздері кіреді, қолдарында ештеңе. Тек қана қаламмен келеді. Су, өте үлкен сұрақ. Өзіңізбен бірге суды алып келуге болмайды, өйткені қауіпсіздік техникаға сәйкес компьютермен жұмыс істегенде қолыңызда ешқандай су болмау керек. Сондықтан әр аудиторияда арнайы диспенсер және бір рет пайдалануға болатын стаканчиктер болады. Пластиковый стаканчиктер. Немесе өзіңіздің суыңызды сіз кіреберісте стөлге қоясыздар, бірақ компьютердің қасында ешқандай суды алып келуге болмайды. Түсінікті. Дидар мырза, біз әлі ұбт-ға кіру ішіндеміз. Мысалға, кірер кезде баланың қалтасынан телефон немесе шпаргалка табылатын болса, ол бірден кіргізілмейді ме? Ана жылғыда сондай бір өзгешеліктер бар еді. Иә, дәл солай. Ережеге сәйкес, егер кіргізу барысында баланың қолында, қалтасында өзімен бірге тыйым салынған заттар болса, оған емтихан бітті. Ол емтиханға кіргізілмейді, және біз оған арнайы емтихан болмайтындығын айтамыз, анықтаманы береміз, аннулирование болған деген. Түсінікті. Получается, с собой ничего нельзя с собой вносить, кроме ручки, ничего с собой нельзя приносить, только ручка, калькулятор, таблица Менделеева, все будет в компьютере. Воду за стол тоже нельзя брать, потому что есть техника безопасности. По технике безопасности рядом с компьютером жидкости быть не должно, потому что вы можете ее пролить, можете сами током удариться от этого. Поэтому в каждой аудитории будет диспенсер, будут одноразовые стаканчики, к которым вы можете подходить и пить. Либо оставить свою воду на столе у входа. В аудиториях у нас будет немного людей, 30-50 человек, то есть скопления людей не будет. Каждый будет подходить и пить воду, когда нужно. Хорошо. Компьютерный форматқа жалпы регистрация қалай жасалады, қай уақыттан басталады, және неше рет болады? Мысалы, алдыға келатқан наурыз айындағы ақылы ұбт-ның қандай да бір, орысша айтқанда, привилегиясы бар ма, қандай да мүмкіншіліктері бар ма? Грантқа түсуге немесе ол не үшін керек? Алдымызда қазір компьютерлік ұбт-ның екі түрі болады. Бірінші ол наурыздағы ұбт деп айтамыз. Наурыз ай бойы тапсыруға болады. Ол ақылы, бірақ ол баланың өз еркімен қатысу. Оған қатысуға ешкім мәжбүрлемейді. Бірақ қатысам десе, оған онлайн тіркеліп, тест тапсырып, сол сертификатпен, сол нәтижемен ақылы бөлімге түсуге болады. Ақылы, грантқа емес. Ол өте маңызды. Тек қана ақылы бөлімге. Оған тіркеуді біз осы бір аптаның ішінде бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бірақ ол өте үлкен мәселе, өйткені мысалы бізде қазіргі таңда біз 18 орталықта тест өткізген болатынбыз. Жалпы осындай жаппай үлкен тестілеуді компьютерлік форматта біз 2019 жылдан бастап енгізіліп келе жатырмыз. Егер қазір ата-аналар бізді көрсе, кішкене таныстырайын, бізге компьютерлік тестілеу ол бір үлкен жаңалық емес. Біз оған дайынбыз. Өйткені 2019 жылда мұғалімдерді өткіздік тестілеуден, 2020 жылда магистратураға түсетін студенттерді кешенді тестілеуден өткіздік. Және осы жылда біз балаларымызға өте жақсы деңгейде тест ұйымдастыруға дайынбыз. Бұл тестілеу, мен жаңа ғана айтқандай, тіркеу аларыса бір аптаның ішінде ашылады. Біз оны міндетті түрде ресми сайтымызда, парақшаларымызда жариялаймыз, сілтемені береміз. Тіркеу онлайн болады. Сіздер ешқандай бірде-бір құжат жинамайсыздар. Тек қана кез келген өзіне ыңғайлы күнді анықтайсыздар. Болды. Келесі ұбт сәуір маусым аралығында 100 күннің ішінде өтеді. Сол 100 күннің ішінде сізде екі мүмкіндік болады. Сол екеуі де грантқа жарамды болады. Өйткені сәуір маусым аралығындағы грантқа тапсыратын ұбт-ға регистрация, яғни тіркеу қашан басталады? Тіркеу наурызда басталады. Және тіркелген кезде сіздер бірден екі күнді таңдауға мүмкіндік болады сізде. Мысалы, бірінші, екінші күнді
бірден анықтауға болады, бірақ оны өзгерте алмайсыздар. Бекітіп алдыңдар ма, келесіздер. Өзгерту, мысалы, ауырып қалдыңыз ба, және тағы да Құдай сақтасын, әрине, бірақ әртүрлі жағдайлар болады. Сіз бізге өтініш жазасыз, біз оны қарастырамыз. Бірақ мен бүгін тіркелдім, 2 аптадан кейін бармай, сосын тағы да тіркелем деген болмайды. Өйткені ол түсінікті, компьютердің орындарының орны саны шектеулі, балалардың саны көп, барлықтарына 2 рет тапсыруға мүмкіндік болады әрине, бірақ осы сұраққа жауапкершілікпен қарап, нақты анықталған күнде, тіркелген күнде келуге шақырамын. Сол тестілеуден қалмай. Получается, платная мартовская ЕНТ у нас регистрация начнется через неделю. Это только на платное отделение. На бесплатное, на грант, чтобы поступить, это начнется с апреля до августа. До июля будет до июня. Здесь на март регистрация начнется в течение недели. Не через неделю. Просто сейчас, в данный момент, мы запускаем залы. То есть у нас, если, допустим, мы все тесты проводили в 18 центрах тестирования, то теперь таких центров будет 56. И все эти новые залы в данный момент, они оснащаются, устанавливаются, настраиваются. И как только мы увидим, что все готово, что мы можем принимать ребят, мы откроем регистрацию на мартовский ЕНТ. Это вопрос недели. В течение недели до конца февраля регистрация откроется, и ребята смогут выбрать удобную для себя дату и время. С утра, либо после обеда. Они сами выбирают, да, получается? Они сами выбирают, да, как им удобно. С утра, либо после обеда. Но убедительная просьба подойти к этому ответственно, если вы выбрали, и приехать. Потому что поменять место мы вам сможем только при уважительной причине, если там кто-то заболел, предоставить справку, да, что у него там, допустим, положительный тест на коронавирус, не дай бог, конечно. Но в целом мест хватит всем, но нужно подойти ответственно. Во-первых, если вы зарегистрировались, то прийти. Во-вторых, не оставлять регистрацию на последний день, потому что может не хватить мест. Хорошо. Здесь вот назревает такой вопрос. На грант, чтобы сдать, мы сдаем, получается, ученики сдают 2 раза бесплатно в любые дни в течение этих месяцев. Например, скажем, первый раз профильный предмет он сдал физику, математику, а он имеет право поменять эти профильные предметы? Никто абсолютно не имеет права говорить ученику, какой профильный предмет сдавать. Ученик волен сам. В первый раз на мартовском, на платном сдать 1 профильный, на первой попытке гранта 2, на 3. То есть здесь ограничений никаких нет абсолютно. Но я лично советую профильный предмет определить сейчас и все 3 раза сдать по одному и тому же профильному предмету, чтобы достичь наилучшего результата. То есть мы видим статистику, мы видим, как падают результаты, когда дети в последний момент меняют профильный предмет. Но никто вам не запретит. С марта по июнь вы выбираете 2 дня, 2 попытки. Между этими днями нет никаких ограничений. То есть раньше мы думали, что сделаем обязательный промежуток между ними в течение 15 дней, но этого не будет. Мы пришли к мнению, что удобней, когда ребенок полностью решает сам. Хочет сдавать хоть на следующий день, без проблем. Но опять же, мы рекомендуем не торопиться и подготовиться. Все места, наличие всех мест вы будете видеть онлайн. Заходить на наш сайт, смотреть, сколько мест осталось там в Астане, допустим, либо в Караганде, в Балхаше, в Жезказгане, либо в Петропавловске. И смотрите, что, допустим, вы планировали сдать 25 мая, но 25 мая осталось уже там 10 мест с утра и 12 мест после обеда. Это говорит о том, что надо регистрироваться, надо занять свою дату и не пропустить свой тест. Ясно. Құрметті көрермендер, құрметті оқушылар, біз жалпы мына 2 рет мүмкіншілік береді екен грантқа тапсыруға. Сол аяқта бейінді пәндерді алмастыруға мүмкіншілік өз еріктеріңізде. Ешкімде сізге бейінді пәндеріңізді ауыстыруға болмайды деп айта алмайды. Жалпы ОБТ-да қандай бейінді пәнмен жоғарғы балл алсаңыз, сол балмен грантқа тапсыра беруге болады. Солай ғой, Дидар мырза? Жоғары емес, бала өзі шешеді. Мысалы, бірінші мүмкіндікте 1 пәнді алып, 120 балл алды. Екінші рет басқа пәнмен 114 балл алды.
ол мысалы иә мен 120 аламын, жоқ мен 114 аламын, өзі шешеді. Және конкурста, шілдеде болатын конкурста тапсырады. Маған өте көп сұрақ түседі WhatsApp-қа балалардан. Кейбіреулер менен сұрайды, аға, мен қазір наурызда тапсырып, сосын конкурсқа қатыссам, мен сосын маусымда тапсырғанның нәтижесінде грант жетпейді деп. Жоқ, балалар, конкурс шілдеден басталады. Наурызда тапсырсаңыз, сәуірде, мамырда тапсырсаңыз, 30 маусымда тапсырсаңыз да, бәрібір конкурс бір 5 шілдеде ма сол уақыттарында ашылады. Және біз оны күтіп барлық сертификаттарды содан кейін ғана бөлеміз. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Наурыз болсын, маусым болсын, мамыр болсын. Түсінікті. Жалпы ұбт-ға кірді делік бала компьютерный форматқа неше минут беріледі? Барлығын айтып берсеңіз. Сосын мына жерде тағы да екінші сұрағым бар. Гуманитарлық пәндер таңдаған технический предмет, который выбрал бала, оқушы, арасындағы берілетін уақыттың айырмашылығы бар ма? Жоспар бойынша бізде 15 минут айырмашылығы болған. Бірақ талқылау кезінде ата-аналармен кездестік, мұғалімдермен кездестік. Біз балаларға бірдей сол 240 минут беріледі деп шештік. Сол 15 минут гуманитарлық пәндерге тапсыратын балаларға да қосылады. Өйткені ол бірінші рет өткізетін формат, сол бірінші рет болғандықтан балаларға кішкене қиыншылықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан жалпы 240 минут барлықтарына болады. Бірдей. Барлықтарына 240 минут береді. Гуманитарлық және жаратылыстану бағыты. Иә, солай шештік. Өте маңызды, тестілеу кезінде балаларда, мысалы 1 сағаттан кейін 2 минуттық кідіріс болады. Өйткені компьютермен жұмыс істегенде көзге кішкене демалу керек. Біз оны түсінеміз, біз оны білеміз. 1 сағаттан кейін балаларымызға компьютер өшіріліп, кішігірім 2 минуттық пауза болады. Балалар көзін жауып, арнайы жаттығуларды жасайды. Гимнастика дейміз оны, көзге арналған гимнастика. 2 сағаттан кейін біз оларды 15 минуттық үзіліске шығарамыз. Және балалар компьютерден тұрып, дене шынықтыру бір жаттығуларын жасайды. Мүмкін жаяу барып келеді, таза ауамен демалады, дәретханаға барып келеді. Өз шаруаларын жасап, 15 минуттан кейін тестілер жалғасады олар үшін. Сосын тағы да 1 сағаттан кейін, тағы да 2 минуттық үзіліс. Ол не үшін жасалған? Өйткені компьютермен жұмыс істегенде, тұрмай жұмыс істесең, басын ауырып қалады, кейбір балаларда көзі ауырады. Сондықтан осындай жағдайға апармау үшін біз осындай үзілістерді енгіземіз тестілеу барысына. Ол барлық санитарлық талаптарға сәйкес. 240 минуттан кейін балада немесе тест бітіреді, немесе апелляцияға беруге мүмкіндік болады. Біз оған тағы да 5 минуттық үзілісті ұсынамыз. Я мен барамын десе, шығады, демалады, сосын апелляцияға береді. Немесе бірден апелляцияға береді. Мысалы, бітірді ма, тестілеуді аяқтауын басып, нәтижесін көріп, және бұрыс сұрақтарға, бұрыс жауаптарына апелляцияға беруге мүмкіндік болады. 30 минуттың ішінде. Здесь получается такой вопрос. В общем, дается и гуманитарным, и техническим профильным предметам 240 минут. И здесь у меня такой вопрос назревает. Например, ученик написал, ему сразу, получается, высвечивается, да, результат? Да. Как только он нажмет кнопку «Завершить тестирование», сразу же будет результат, сколько баллов он набрал. И сразу же будет доступна возможность подать на апелляцию. Анализ через 5 минут. Он может увидеть анализ, получается, по каким вопросам у него там неправильно. И... Да. И увидеть, по каким вопросам правильно и почему. То есть мы говорим, что в этой книге написано так, это решение согласно такой-то формуле, этот процесс описан этим законом, и свою позицию мы тоже обоснуем. Классно. Получается, сколько минут ему дается, чтобы подготовиться на апелляцию? Вот смотрите, 240 минут прошло. Ну, либо, нет, давайте так, он завершил тестирование, он может завершить и через 2 часа, да? Как только он нажмет «Завершить тестирование», у него возможность подать на апелляцию сразу появляется. Либо на 5 минут он может выйти, подышать, собраться с мыслями и продолжить апелляцию, да? То есть 5 минут перерыв по желанию ребенка,
и потом 30 минут на то, чтобы подать на апелляцию. Классно. Теперь другой вопрос. Вот во время теста, например, ученик пишет на казахском языке, у него есть возможность поменять языки? Язык тестирования перед Да, началом можно будет поменять. То есть, если он подал заявление, допустим, на казахском. русском языке или на казахском, а потом вдруг решил поменять, то перед началом тестирования он это может сделать. Но, допустим, опять ответить на казахском, потом перейти на русском уже нельзя будет. То есть надо Түсінікті. будет перед началом определиться, қай тілде тапсыратындығын анықталып, көрсетіп, тесттен кейін ауыстыруға Түсінікті. болмайды. Басталғаннан кейін ауыстыруға болмайды. Құрметті оқушылар, керемет жаңалық. Жалпы ұбт-дан кейін бірден нәтижелеріңізді көріп, нәтижелеріңізде қанша балл алып, және қандай сұрақтарыңыз дұрыс немесе бұрыс екеніңізді көріп, соның анализін ала аласыздар. Және бірден сол мезетте, яғни бір күн күтпей емес, сол мезетте апелляцияға кіріп, өз яғни сұрақтарыңызды қорғай аласыздар. Жаңа екінші сұрақ қойдым, тіл ауыстыру мәселесі бойынша. Жалпы тест уақытында тілді, егер тестті бастап кетсеңіз, тілді ауыстыруға болмайды. Жалпы қазақ тілінде бастап, ортасына келіп, орыс тіліне ауыстырайын десеңіз, олай болмайды. Егер басында жалпы өтінішті қазақ тіліне беріп, ұбт-ның басында орыс тіліне ауыстырам деп өтініш білдірсеңіз, олар сіздерге ауыстырып береді екен. Рахмет, Дидар мырза. Әрі қарай жүрейік. Мана айтып кеткендей, мысалға, біз қазір общий бағыт бойынша сөйлестік, енді шығармашылық бағыт бойынша әңгімемізді әрі қарай өрбейік. Мысалға, шығармашылық тапсыратын бала, мен білуімше ана жылы ол оқу сауаттылығы мен Қазақстан тарихынан тапсырады. Және сол екі пәннен грантқа түсу мүмкіншілігі әрі қарай екінші туры тапсыратын болады. Там эссе тапсырады біреулер, тағы да басқа конкурста қатысады. Шығармашылық емтиханды тапсырады. Шығармашылық, менде бұл бірнеше сұрағым бар. Осы жылы шығармашылық тапсыратын балалар қалай болады? Және екінші сұрақ, шығармашылық тапсыратын балалар тек қана екі пән жазбай, 5 пән жазып, грантқа түсу мүмкіншілігін жоғарта ала ма? Осы екі сұрағымызға жауап берсеңіздер. Жалпы менің кеңесім балаларға 5 пән бойынша тапсырыңыз. 5 пәнді тапсырып, сол 5 пәнге Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығы кіреді. Сіз оны білесіздер. Бірақ 5 пәнді тапсырып, жоғары балл алсаңыздар, басқа шығармашылық емес бағытқа тапсыруға болады. Ал егер әртүрлі себептерге байланысты 3 пән бойынша жаман балл алсаңыз, сол 2 пәннің нәтижесімен шығармашылық емтиханға баруға болады. Жалпы сіздерде де 2 мүмкіншілік болады, 2 мүмкіндік тапсыруға сол пәндерді. Және содан кейін сіз сол нәтижемен шығармашылық емтиханды тапсырасыздар. Шығармашылық емтиханды тапсыратын балаларға бір жақсы ерекшелігі осы жылдың бір жоғары оқу орында тапсырып емтиханды сіз конкурс кезінде басқа жоғары оқу орындарды таңдай аласыздар. Яғни осы мамандық бар жоғары оқу орнын тапсыруға болады. Өткен жылдарда мысалы шығармашылық тапсырып, тек қана Евразиялық университетте тапсырсаңыздар, тек қана сол университетке тапсырасыз құжатты, конкурсты. Қазір осындай шектеу жоқ. Бір университетке тапсырып, және осы мамандық бар университетке тапсыра аласыздар. 4 университетке. Жалпы тек қана шығармашылықта тек қана 2 пәнді жазам десе, оларға берілетін уақыт мөлшері қалғандарымен 240 минут па или қалай? Жоқ, әрине. Бір сұраққа 1,5 минут беріледі жалпы. Бір сұрақ, ол яғни компьютерде автомат түрде өшіп қалады. Яғни 1,5 минут әрбір сұраққа берілгеннен кейін. Түсінікті. Жалпы осы жылы шығармашылық тапсыратындар қанша сұрақ келеді? 35 сұрақ, е? Қателеспесем. 35 сұрақ. Қазақстан тарихы бойынша 15 сұрақ, оқу сауаттылығы бойынша 20 сұрақ. Түсінікті. Және осы сұрақтар бойынша өте тағы да бір жиі кездесетін сұрақ, WhatsApp-қа маған жазады балалар, ұбт-ның шкаласы бар деп. Қайдан алады, мен білмеймін, түсінбеймін. Әртүрлі шкалалар бар, 22-ден бастап 5 болады, 18-ден бастап 4 болады деген шығармайтындары жоқ шынымен. Достар,
ұбт-дан кейін аттестаттарыңыз өзгермейді. Яғни ұбт-ның аттестатқа ешқандай әсер етпейді. Аттестатқа, алтын белгіге, бүгін бір бала жазды, ағай, күнделікке қандай баға қойылады ұбт-дан кейін? Күнделікке ешқандай бағалар қойылмайды, аттестатқа ешқандай әсерін тигізбейді. ұбт тек қана жоғары оқу орынға түсу үшін арналған емтихан. Сіздер ұбт-ның жасыратын ештеңе жоқ. Кейбір мектептерде айтады, ұбт-дан жақсы балл жинасаң, қазір ұбт мамырға дейін тапсырасың, қазір наурызда тапсыр, сосын қандай балл аласың, мен сондай балл аттестатқа қоямын. Ол осылай жасауға болмайды. Ол сіздердің құқықтарыңызды бұзады деп айтуға болады. Егер осындай жағдайларыңыз болса, маған тікелей шығыңыз, жазыңыз. Қай мектеп, қай қала, біз осы мәселелерді қарастырамыз. Сіздерге ешкім жоқ, ұбт тапсырма айта алмайды. Ешкім айта алмайды. Мектеп әкімшілігі, директоры, мұғалімді ешкім айта алмайды сізге ұбт тапсырма. Ол сіздің құқығыңыз, ата заңымызда қарастырылған. Конкурс форматында жоғары білімді алуға болады деген. Екіншісі, қай пәнді тапсыруға ешкім айта алмайды сізге. Ол да сіздің құқығыңыз. Мысалы, мен гуманитарлық сыныпта оқимын, бізде техникалық сабақтар жоқ, маған техникалық пәндерді таңдауға болмайды. Жоқ, ол фейк ақпарат, жалған ақпарат. Аттестатта болмаса да сізге қатысуға болады. Бір бағыттан басқа бағытта ұбт тапсыру болады, ешкім айта алмайды. Және де үшінші, сен жаман оқисың, мынау пәндерді тапсырма, мынау пәндерді тапсыр деген фактілер де бар, оған да сенбеңіздер. Және мен жаңағына айтқандай, бағаларды тек қана ұбт-дан кейін қоямын деген өкінішке орай. Біз осы форматта әлі енгізген жоқпыз, бірақ кейбір өңірлерден осындай хабарлама түсіп жатыр. Апай айтты, ұбт тапсырғаннан кейін ғана мен саған қорытынды бағаны қоямын аттестатқа. Ол дұрыс емес. Және сіздің нәтижеңізді ешкім білмейді да. Мысалы, тапсырып, мектепке айтуға қажеті жоқ. Мысалы, қанша балл алдың, қай пәннен қанша балл алғаның, ол сіздің ақпаратыңыз. Сіз оны өзіңіз конкурс кезінде пайдаланасыздар. Мысалы, өткен жылдарда ұбт-ға тіркелу үшін балалар мектептен анықтама алған. Анықтама алады, сол рұқсаттама деп оны айта алады, тапсыру үшін. Қазіргі таңда біз бірде бір құжат талап етпейміз. Кіресіздер, онлайн ашасыздар сайтымызды, керек ақпаратты енгізесіздер. Сіздің ЖС-іңіз арқылы біз өзіміз білеміз, қай мектеп, қай жыл және тағы да басқа ақпарат бар. Сондықтан ешқандай құжат талап етпейміз. Түсінікті. Бұл жерде тағы да бір сұрақ, жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, компьютерлік форматта өткізу үшін керек жабдықталған мекемелерді істеліп жатыр деп, әлі істелу үстінде деп. Енді көпшілікті толғандыратын сұрақ, елді мекен, ауылдық жерлерде ұбт-ны қалай тапсырады? Ол жаққа да ондай орталықтар ашыла ма? Аудан орталығына келіп тапсыра ма? Әлде ауылдағы балалар қала, облыс орталықтарына келіп тапсыра ма? Өте орынды сұрақ. Жалпы мен жаңағыны айтқандай, бізде тестілеу кезінде тек қана 18 орталық болған. Тек облыс орталықтарда. Осы ұбт-ға біз қосымша 36 тест тапсыру пункттерін ашамыз. Яғни олар аудан орталықтарда және үлкен бір қалаларда ашылатын болады. Кез келген ауылдарда да ашылады. Егер ауылда мысалы балалардың саны көп болса, осы балаларға аудан орталыққа жүру қиын болса, жол болмаса, немесе жол алыс болса, біз сол мекен жайда, сол өңірде орталықты ашамыз. Біз барлығын анықтадық, талдау жасадық, және 56 ұбт тапсыратын пунктті ашуға жоспарланып отырмыз. Ол 1 наурызға дейін ашылады деп сенеміз. Бірақ наурыздың 1 аптасына дейін барлық 56 орталық ашылады деп жоспарымыз бар.
және менің айтатыным, мысалы, сіздің ауданыңызда болмаса, ауылыңызда болмаса, ешқандай реніш болмасын, онлайн ашып, өзіңіз көресіз. Мысалы, сенбі күні ыңғайлы болса, сенбі, жексенбі күні сол балаңызды сенбі, жексенбі күні тіркеңіздер. Біз сәуірден бастап маусымға дейін демалыссыз жұмыс істейміз. Сенбі болсын, жексенбі болсын, тест қолжетімді болады. Және алдын ала тіркеліп, мысалы, сенбі таңертең ауылыңыздан шығасыздар, 1-2-300 шақырым көлікпен өтесіздер, түстен кейін тестке кіресіздер. Сондықтан біз бұл уақытын анықтауға балаларға мүмкіндік бердік. Өздері анықтайды, қалай ыңғайлы болады. Өйткені кейбір балалар ауылдан келеді, кейбір балалар бір күн бұрын келеді. Оларға таңертең ыңғайлы, таңертең тапсырып, сосын сағат 3-те, 4-те сапаржайдан автобусқа отырып ауылға барады. Сондықтан барлық балалардың қолында, сіздердің қолыңызда өзіңіз тіркеліп ала аласыздар. Бірақ барлық аудандарда, барлық ауылдарда тест орталық ашылады деп айта алмаймын. 56 орталық болады. Бірақ сол 56 орталыққа қалай жетуге болады, балалар көп па, балалар аз ба, біз оның барлығын анықтадық. Мысалы, оңтүстік Қазақстанымызда балалар саны көп болса, біз елді мекендердің саны көп деп білеміз. Сондықтан оңтүстік өңірлерде орталықтардың саны да көп. Ол заңшылық, көп бала болған жерлерде тиісті орталықтар болады. Біз жалпы барлық сұрақтарды қарастырып жатқаннан кейін бүкіл варианттарды андай бір сұрақ туындайды. Мысалға, бір бала ауылдық мекенде, мысалға, облыс орталықтарында тапсыратын орны жоқ. Шалғай бір ауданда тұрады. Енді ол қалаға келіп тапсыру керек, деген кезде, мысалы, кешке тапсыратын бала қалаға келіп біреудің үйінде қонайын десе, ол тума-туысқандары жоқ. Мысалы, қалада бар, ондай мүмкіншілігі жоқ. Мысалға, сондай балалар болатын болса, оларға қандай да бір жатақхана немесе бірдеңе қарастырыла ма? Демалып, сосын емтихан. Ол қарастырылмайды. Өйткені егер бізде осындай жағдай болса, 120 мың балаларға жатақхана қарастыру мүмкін емес. Және де менің ойым, мысалы, сіздің ата-анаңызды алсақ, олар емтихан тапсыру, менің ойым бойынша басқа елге барған шығар. Мысалы, менің ата-аналарым Қарағандыдан Алматыға барды емтихан тапсыруға. Басқалардың ата-аналары, мысалы, Павлодардан Мәскеуге барған, басқа елге барған емтиханды тапсыру. Және ода ешқандай қиыншылық болмаған. Өйткені 18 жастағы балалар, кішкентай балалар емес, бірінші кезекте, олар өздері ауылда өмір сүріп, қалаға еш бір рет бармаған жастар аз, шынымен. Мысалы, ата-аналар бір кварталда бір рет тойға барады қалаға. Біз оны барлығымыз білеміз, түсінеміз. Сондықтан қазіргі таңда біз оны барлығын анықтадық, және тест орталығы ашылмаған аудандан келесі жақындағы орталыққа немесе облыс орталыққа бару ешқандай қиыншылықтар жоқ. Мысалы, бізде кейбір жағдайлар болды, мысалы, мынау орталық 300 шақырымда арналған, бірақ ішінде 300 бала ғана бар. Бірақ 500 шақырым болғандықтан, сол 300 балаға біз 30 компьютер бар орталықты ашамыз. Өйткені біз түсінеміз. 500 шақырым ол алыс, және алыспен бірге жол жоқ, жол жаман. Өзіміз әріптестеріміз барып, қарап, шынымен қазіргі таңда жол жоқ деп айтқандықтан, біз оларға арнайы пункт аштық. Бірақ жатақханамен қамту ол мүмкін емес. Түсінікті. Барлықтарыңа түсінікті деп ойлаймын. Сейчас у меня такой вопрос. Вот ученик пришел, сдает ЕМТ, у него там осталось, скажем, такие 40 минут, там пару вопросов, и по каким-то техническим неполадкам выключится компьютер. Слышно, да? Даже по техническим неполадкам у нас трансляция прекратилась на секунду. Поэтому всякое бывает. Вот здесь очень важный и хороший вопрос. Мы не гарантируем, что все будет идеально, и нигде в Казахстане не выключат свет, нигде трактор не переедет
наш интернет-кабель, да, всякое возможно. Но система работает так, что каждое действие ученика, каждое нажатие на клавиатуру записывается. Это называется журнал логов, логирование. То есть нажали вы пробел, нажали левую кнопку мыши, мы это записали. На каждого ученика будет километровый файл Excel, в котором будет написано, в какую секунду, какую кнопку вы нажали. Для чего это делается? Для того, чтобы вдруг, если выключится свет, а вы ответили на 90 вопросов из 120, когда свет включится, все эти ваши 90 вопросов сохранятся. То есть это гарантированно, это 100%. Если вдруг, ну, всякое бывает, да, авария, там, взорвался трансформатор какой-то, и свет выключился. Но нам не страшно. Почему? Потому что мы ежесекундно записываем каждый ваш шаг. Это звучит, конечно, немного страшно, да, но делаем мы это для того, чтобы обезопасить вас в первую очередь, чтобы не потерять ваши ответы. Потому что это самое главное, наша задача была, и наш самый большой страх, а вдруг подведет техника. Чтобы этого не было, у нас будет логирование. Это первое. Каждый шаг записывается, свет выключили, компьютер завис, сервер перезагрузился, да, всякое бывает. Но как только система начнет заново работать, ваши логи, программа смотрит на этот файл, какие кнопки вы нажимали, и перед вами ваш вариант. Остановились на 95-м вопросе, вы с него и продолжите. Это 100%. Второе. Есть возможность подать на апелляцию. По двум причинам. Первое, если вы не согласны с содержанием вопроса. Второй вариант, это если произошел какой-то технический сбой. Не нажимается кнопка, не открывается картинка, не видно картинку, ну, завис компьютер, я не знаю. Если такая ситуация возникла, вы поднимаете руку, подходит дежурный и составляет специальный акт. Вот это важно. Записывается бумажка, на которой написано, там, у Омарова Серика на 55-м вопросе не открывается картинка. Не видно формулу, не видно таблицу. И, как вы сообщили, либо составляется это так, либо наш дежурный видит, что у вас не видит таблицу, перезагружает там страничку, обновляет страничку, либо звонит нам, чтобы мы эту ошибку исправили. Но в любом случае, если, допустим, мы не успеем ее исправить, у вас есть акт, что была техническая проблема. И этот акт будет для вас гарантией, что на апелляции вам балл добавят за техническую проблему. Но я повторюсь, что мы занимаемся компьютерным тестированием с 2019 года. Ну, наверное, уже больше 300 тысяч человек его сдало в Казахстане. И по техническим причинам апелляций было не так много на самом деле. И если они возникают, мы эти проблемы исправляем сразу же на месте. Потому что вся система тестирования, она у нас работает с центра. То есть все управление, 56 пунктов, а не просто экран, который показывает вопросы. Вся система тестирования у нас закрыта. Кстати, она, вот мы каждый день буквально согласовываем с Комитетом национальной безопасности, как будет загружаться тест, как будет идти тестирование. То есть здесь очень сильный контроль, чтобы была информационная безопасность. Поэтому переживать не надо, как с технической точки зрения, так и с точки зрения каких-то атак, хакеров, я не знаю, и так далее. У меня такой вопрос, сейчас у нас минут через 4 заканчивается эфир. Мы можем продолжить, потом перезайти обратно? Потому что у нас еще достаточно вопросов, которые очень важны для всех. Құрметті көрермендер, оқушылар, ата-аналар, қазір біз сәлден соң эфиріміз аяқталады, бірақ уайымдамаңыздар, қайттан осы парақшаға кіріп, тікелей эфирге қайттан обновление жасасаңыздар, біз жалғастырамыз Дидар мырзамен, әлі де... Жалпы эфир сақталынады ғой, е? Жалпы, бірінші эфир сақталады, екінші эфирді жалғастырсақ, потому что айтылмай қалған әлі көптеген сұрақтарымыз бар көрермендерден, сол себептен. Мындай сұрағымыз бар, жалпы шекті балл бар ма осы жылы, қандай да шекті балл? Мысалға, ол бірінші сұрақ, екінші сұрақ, қандай да мамандықтарға шекті балл бар ма? Мысалға, ана жылы педагогикалық ғылымдар мамандығына шекті балл 70 балл болатын, қателеспесем. Осы жылы жалпы шекті балл қандай, және мамандықтар бойынша? Соны бір кішігірім айтып кетсеңіз. Расында, мамандық бойынша шекті балл әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ өткен жылмен ешқандай өзгертулер болмайды. Өткен жылдағыдай жалпы шектік балл 50,
Ұлттық жоғары оқу орынға түсу үшін 65, медицина мамандықтарға 65, ал педагогика бағыт бойынша 70. Түсінікті. Педагогика мамандығы бойынша 70. Жақсы. Осы жылы грантқа түсу, стипендия алу жаңалықтардан көрдік. Әртүрлі болады, біраз өзгешеліктері бар. Мысалға, бір бала грантқа түсіп стипендия алмауы мүмкін. Бір бала барлық грантқа түсіп стипендия алуы мүмкін. Сол қандай бір өзгешеліктер бар, сол туралы айтып жүрсеңіз. Можете на русском сказать вкратце. Жалпы айтқанда, білім және ғылым министрлігінің осындай жоспары бар. Гранттың бір ғана түрі болмайды, гранттың бірнеше түрі бар, және сол грантта оның ішінде әртүрлі мүмкіндіктері бар. Бірақ қазіргі таңда тиісті нормативтік құқық акт шыққан жоқ. Соны реттейтін құжат шыққан жоқ. Сондықтан өкінішке орай, дәл бүгін мен оны айта алмаймын. Бірақ сол құжат шыққаннан кейін мен дәл осылай эфирге шығып, сол құжатты түсіндіруге дайынмын. Өйткені ол өте өзекті мәселе, бірақ бұл мәселе тек қана шілдеде өзекті болады. Өйткені конкурс кезінде конкурсқа маңызды ақпарат. Сіз қазір сол туралы ойламаңыздар. Ең маңызды сізге ең жоғары балл алу. Егер жоғары балл алсаңыз, сол 4 гранттың, 5 гранттың кез келген грантына қатыса аласыздар. Ең маңыздысы. Егер жоғары балл болса, қатысуға мүмкіндік болмайды. То есть на сегодняшний день правила распределения грантов по этим категориям не вышли. И я могу поделиться информацией, но она будет недостоверна, может измениться, да? Так как это еще не регламентировано документом. Но как только документ выйдет, я вам обещаю, сразу же я выйду в прямой эфир, также мы соберемся и мы расскажем, где возможности, но в целом вы должны понимать, что если вы наберете хороший балл, высокий балл, то для вас будут доступны все опции, все там 5-4 вида грантов. Поэтому сейчас об этом не думайте, это будет важно в июле, когда будет конкурс. В июне мы расскажем об этих правилах. Ну, или в мае, когда они выйдут, сразу же мы не будем затягивать и поделимся информацией. Түсінікті. Алдыңғы жылдары осы университеттерде мамандық бойынша қанша грант бөлінгені, сол туралы кішігірім айтып, осы жылы қашан шығады? Алдын ала ертерек шығу мүмкіншіліктері бар ма? Балалар емтихан тапсырғаннан кейін бірден. Жоспарымыз бойынша ұбт-ға дейін шығаруға тырысамыз. Бірақ ол тек қана білім және ғылым министрлігінің қолындағы ақпарат емес. Бірнеше мекемелер бұл жұмысты жасайды, бірақ жалпы министрден бізде тапсырма бар, бұл уақытты созбай беріңіздер деп. Және бізде мысалы сол грант жөнінде қанша грант болды, өткен жылда қанша грант болды, және қай пәнге қандай гранттар бар екендігін бізде біздің жеке компания серіктестігіміз бар. ЖО.кз арнайы бір веб-сайт, мобильдік қосымша бар. Сол қосымшада ресми ақпаратты алуға болады. Мысалы, Едукомен біз ресми серіктестіктер, және сол ЖО.кз порталымен да біз ресми серіктестіктеріміз. Сондықтан сол сайттан бүкіл ақпаратты алуға болады. Сол жігіттерге ұбт жөнінде ақпаратты біз береміз. Және бірлесе жұмыс істеп, сол жерден көруге болады ақпаратты. В этом году, как и в прошлом году, подача документов на грант будет в онлайн-формате или есть какие-то изменения? Да, будет в онлайн-формате через портал ЕГОВ. В прошлом году были сложности с ЕГОВом. Это был первый раз, это было разработано во время пандемии. То в этом году уже у нас времени на это больше, работа ведется более активно. Те ошибки, сложности, которые были в прошлом году, они учтены. Я думаю, проблем не будет с подачей на грант. Но в любом случае подача будет онлайн. Но также будут работать и приемные комиссии через Zoom. Онлайн можно будет в приемную комиссию обратиться, чтобы получить совет тот или иной. То есть ребят мы не оставим. Насчет конкурса можно не переживать. Мы к нему готовимся.
Мындай сұрағымыз бар, Дидар мырза. Мына жыл сайын августта болып жүрген дәстүрлі КТА биыл қалай болады? Колледж балаларына қалай тапсырады? Оларға грантқа түсу мүмкіншіліктері басқаларынан өзгеше ме? Сол туралы бір кішігірім айтып жіберсеңіз. Жалпы айтқанда бізде КТА деген тестілеу 2019 жылдан жоқ. КТА ол УБТ. Колледж бітірген балалар, бұрынғы жылдардың түлектері, балалар осы жылғы түлектермен бірге УБТ-ны тапсырады. УБТ-ны тапсырады, және оларға да екі мүмкіндік болады. Және олар да, мысалы, колледжден кейін 5 пән тапсырып, грантқа түсе алады. Ал немесе ол колледжде оқыған мамандық бойынша оқимын десе, ол 2 пән тапсырады. Әдеттегідей арнайы пән және бейіндік пән. Сол 2 пән бойынша колледж жоғары оқу орынға түседі. Ал жалпы, мысалы, бұрынғы жылдың түлектері қазір осы компьютерлік формат енгізілді, өте ыңғайлы, бізге мүмкіндік бар ма, маған да көп сұрақтар бар. Біз оларға айтамыз, басқа балалармен бірге УБТ тапсырып, және балға сәйкес ертең грантқа түсуге мүмкіндік болады. Бірақ КТА қазір жоқ. Ол УБТ. Балалар барлығымен ортақ, жалпы 11-ші сынып түлектермен бірге колледждегі балалар осы 2 мүмкіншілікті пайдалана алып, осы грантқа түседі. Дәл солай. Менің ойымша, мына эфир 1 сағат емес, ол жалғаса беретін сияқты, көптен бері тікелей эфир жүргізмегендіктен. Обновленка болған ба автоматически? Все, подсказывает, что обновленка автоматически произошла. У меня такой вопрос. Чтобы поступить в военные учреждения, какие предметы надо вообще сдавать? Просто много вопросов и разные варианты у всех. Разные варианты, потому что у разных вузов разные требования. На самом деле. Есть вузы, которые требуют 5 предметов ЕНТ. Военные вузы, которые требуют 5 предметов ЕНТ. Есть, я даже сталкивался с таким, что пришла родительница, и если творчески у нас грамотное чтение истории Казахстана, то там почему-то требовали историю Казахстана и математику. То есть, для нас это тоже была новость, но мы сказали, что по правилам на творчестве у вас эти 2 предмета. Какие требования выставляет вуз, военный вуз, мы не можем сказать, потому что их очень много, и каждый вуз делает это сам. Поэтому в первую очередь надо информацию уточнять в вузе. Мы вам дадим возможность сдать по всем предметам. То есть все 5 предметов сдавайте, и потом, какой нужно будет, вы оттуда можете взять. Попросите у нас сертификат с одним предметом, напишите нам на почту, мы вам сделаем сертификат с одним предметом. Покажем отдельно вам балл по 2 предметам. То есть здесь это не проблема. Главное, чтобы вы сами знали, что вам нужно. Түсінікті. Бізге жалпы өзімізге келген сұрақтар осымен тамам. Қазір мен сіздерге онлайн түрінде келіп жатқан сұрақтарға бір оқып көрейін. Мына оқушылар апелляция беру кезінде қандай да бір әдебиеттерге сүйену керек пе? Керек болса, ол әдебиеттер тізімін қайдан алса болады? Мысалға апелляция тапсырған кезде дейді. Өте жақсы сұрақ. Мысалы, нақты қай оқулық, қай бет деген сұрақты жауапты көрсету қажеті жоқ. Мысалы, жазасыздар. Біз осы, мысалы, мен мектепте оқыған кітапта бұл мәселе осылай көрсетілген деп жазсаңыздар, және қандай мектеп, қандай кітап, апелляция бізге түседі, оны қарастыратын мұғалімдер оны оқып жауап бере алады. Бірақ егер сізден бізге мен бұл тақырыпты өтпедім, бұл сұрақ маған түсініксіз деген негіздемелер түссе, біз осындай сұрақтарды қарастырмаймыз. Өйткені, мысалы, біз мұғалімдерге осындай форматты енгіздік. 2019 жылда компьютерлік форматта 1500 өтініштен 18 мыңға дейін өсті өтініштер саны. Көбісі осындай, мен сұрақты түсінбедім, сұрақ ыңғайсыз болды, сұрақ маған ұнамады, мен оған жауап бермедім. Осындай негіздемелер бар өтініштер қарамайды. Мен оны алдын ала айтамын. Өз ұстанымыңызды, өз көзқарасыңызды толық көрсетіп, жазып, әртүрлі нақты кітаптың
аты жөнін, мысалы автордың аты жөнін көрсетуге сұрамаймыз, бірақ үстеліне отырып жазыңдар. Өз сөзіңізбен қай кітапта қандай тақырып қарастырылған, біз оны апелляция комиссияның отырыс кезінде мұғалімдер өзі қарайды оны. Бірақ ақпарат толық болу керек, және кішігірім, мысалы, қиын сұрақ деген негіздеме, ол негіздеме емес. Осындай өтініштер қарастырылмайды. Қазір естіліп тұр ма, дұрыс барлығы? Я, естіліп тұр. Дорогие друзья, давайте сейчас откроем комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, которые мы не озвучили сегодня в прямом эфире, можете спросить. Құрметті көрермендер, қазір комментарийларды қосайық. Егер бүгінгі эфир барысында талқыланбаған сұрақтарымыз болса, соны қойсаңыздар болады. Біз қарайтын боламыз. Так. Құрметті көрермендер, біз комментарийларды қостық. Жалпы база 30%-ға жаңартылады. 2018-19 жылдардағы сұрақтардан келуі мүмкін. Бірақ нақты келеді деп ешкім айта алмайды, өйткені барлық сұрақтардан компьютер өзі алады сұрақтарды. Құрметті көрермендер, прямой эфир, тікелей эфиріміз сақталады. Сұрақтарыңызды айтсаңыз болады. МВД тек маусым айы сертификатын мойындаймыз дейді ғой. Мүмкін олар әлі білмейді, бірақ біз барлық мекемелерге қандай өзгеріс болғандығын жолдаймыз, пайымдамаңыздар. Жалпы грантқа жарамды сертификаттарды МВД-да, Ішкі істер министрлігі және тағы да басқа мекемелер қабылдайды. Калькулятор тек қана физматтарға емес, барлықтарына беріледі. Компьютердің ішінде болады. Джумабаева Айна, если у меня профессия химическая инженерия, то сколько баллов нужно, чтобы поступить на грант? Ребята, вот очень важно понимать, сколько баллов нужно, чтобы поступить на грант, мы узнаем только после конкурса. Потому что каждый год ребята сдают по-разному, и у каждого года баллы свои. Но примерно прошлогодние баллы вы можете посмотреть на сайте ЖОО.KZ. Это наш официальный партнер, с которым мы делимся информацией. И там вся эта информация бесплатная есть. То есть прошлогоднюю статистику можно посмотреть. Так, мен басына барайыншы қазір. Мен сізге оқып тұрайын, Қазидар мырза. Қазір қарап жатырмын. Қазір маған сол ыңғайлы болады, қазір өзім. Жақсы да. Бірінші сұраққа жауап бердім. Қазір мынаны толық ашып. Как работает сельская квота? Сельская квота – это когда по определенной специальности выделяются гранты только для ребят, которые учились в сельских школах. Это 30% грантов. То есть, допустим, на специальность инженера, горного инженера выделяется 100 грантов, и из них 30 грантов будет разыгрываться среди ребят, которые закончили школу в селе. А 70 грантов среди всех ребят по Казахстану. Соответственно, у сельских ребят будет возможности больше поступить на грант. Ата-анасы жоқ балалар квотамен қандай мүмкіншіліктер бар? Ата-анасы жоқ балаларға грантқа түсу мүмкіндік өте жоғары. Жылда 4% квота бар. Егер осындай жағдай болса, сіз тек қана сол шектік балды алсаңыздар, грантқа түсу мүмкіндік өте жоғары болады. Мысалы, өткен жылда конкурсқа қатысқан балалардың, ата-анасы жоқ балалардың барлығы грантқа түсті деп айтуға болады. Конкурсқа қатысқан балалардың. Қаңтардағы УБТ-ның балымен платныйға тапсыруға болады. Гранты на юридически будут. Апрель айында 2 рет тапсырса болады, я әрине, өзің шешесіздер. Шетел азаматтарына жеңілдік бар ма? Ұлттық қазақ, бірақ өзі шетел азаматтарына арнайы бір
квотамыз бар. Сол квотаның шеңберінде грант бөлінеді. Және сіздер ұбт сәтті тапсырып, грантқа түсу ықтималдығы өте жоғары. Өткен жылда игерілмеген гранттар қалды. Таңдау пәнінен кемінде қанша балл алу керек? Жалпы 5 балл, шектік балл 5, әрпа бойынша ол өзгермеді. Можно ли воспользоваться всеми 3 попытками сдачи? Лиана 7692. Да, можно, это ваше право. Мартовский сдавать вы решаете сами, да или нет. Апрель, май вы тоже решаете сами. Хотите 1 раз сдать, хотите 2 раза, никто вас не ограничивает. Главное, чтобы вы успели зарегистрироваться. Енді 120 алып тұрсын, бірақ бір сабағын 2 болса не істеуге болады? Өкінішке орай ештеңе істей алмайсыздар. Барлық пән бойынша шектік балл алу керек. 5-тен кем емес. Барлық пәндер бойынша шектік балл 5 балл, я? Иә. Тарихтан 2 балл алса, грант жоқ деген рас па? Рас, балалар. Әр пән бойынша 5-тен кем емес болу керек. 2 рет тапсыруға болады, арасы қанша уақыт болу керек? Арасында ешқандай уақыт жоқ. Тек қана бір күнде 2 рет тапсыруға болмайды. Ал бүгін тапсырып, ертең тапсыруға мүмкіндік болады. Бірақ оған алдын ала тіркелу керек. Енді тапсырамыз. Март ақылы бөлімге сәуір-мамыр конкурсқа. 3 рет тапсырасыз. Наурыз ақылы, сәуір-мамыр ақылы және конкурсқа да жарымды. Сұрақтар жылда 30%-ға жаңартылады. На 30% обновляются все вопросы. На 30% обновляется база каждый год, да. Шығармашылық емтиханға шектік балғанша. Мысалы, 35 балл болса, шығармашылықта ең жоғары балл 45 алуға болатын. Сондықтан сол шектік деген жоқ, оны тапсырдың ба, тапсырмадың ба, өттің ба, өтпедің ба деген баға қойылады, тиісті. Музыканттардың әр мамандығы бойынша тест қашан дайын болады? Бұл мұғалім ғой деймін, өйткені ол ұлттық біліктілік тестілеудің сұрағы. Қазіргі таңда біз музыканттарға арналған тестті жаңарттық. Тіркелсеңіз тапсыруға болады. Айдар мырза, мына жерде жекеге түсіп жатқан сұрақтар бар, өте маңызды сияқты. Жалпы ұбт-ға қалаған киім киюге бола ма деген сұрақ. Яғни футболка, шорт киімінде. Жалпы қалаған ұбт-ға ешқандай форма талап жоқ. Қалай келсеңіз де біз сізді кіргіземіз. Бірақ ол емтихан, бұл ресми іс-шара болғандықтан адам баласы сияқты келіңіздер. Бірақ ақ көйлек, костюм, шалбар деген талап жоқ. Жалпы этика шеңберінде келуге шақырамын. Баллы SAT, вот хороший вопрос. У нас конвертируется, есть такой экзамен международный SAT, и его баллы приравниваются к ЕНТ. То есть так же, как есть сертификат IELTS, набрав 6 баллов, вы получите 40 баллов по английскому, сдав сертификат SAT, вы можете получить 140 баллов по ЕНТ. SAT Reasoning и SAT Subject. По поводу творческого направления, здесь будет сложно. Почему? Потому что там нужно, чтобы профильные предметы совпадали. Вы обратитесь на info-тест-центр @KZ, укажите, какую специальность вы хотите сдавать и какой у вас SAT, и мы вас проконсультируем. Без гражданства РК тестирование сдать можно, если вы по национальности казашка, главкома, пользователь, и у вас есть отдельные гранты. Можете повторить, пожалуйста, вот насчет даты по истории Казахстана, чтобы всем еще раз ясно было? Ребята, как я сказал, в целом наши вопросы, они направлены на функциональную грамотность. И из года в год таких вопросов процентов все больше и больше на ЕНТ. То есть не нужно ничего заучивать, зазубривать, чтобы набрать хороший балл. Но полностью исключить баллы невозможно, так как это история. Полностью исключить даты невозможно из истории. Поэтому мы очень много обсуждали с коллегами, с историками, с учителями возможность определения 50 важных дат для нашей страны, которые должен знать каждый гражданин Республики Казахстан.
И мы на этом мнении сошлись. Сейчас документ находится на согласовании в Министерстве образования и науки. По итогу мы объявим 50 дат по истории Казахстана и 100 дат по истории мира, которые могут вам прийти на ЕНТ, года, которые нужно знать. Но как раньше, вот большого количества дат уже не будет. И если вы не сдаете всемирную историю, то максимум вам придет 1-2 вопроса с датой. То есть на это сильно заострять внимание уже не надо. Жалпы айтқанда сіздерге бір-екі оқиға, саны бар оқиғасы келеді. Дүниежүзілік тарих тапсырмасаңыздар. Жалпы Қазақстан тарихы бойынша 50 нақты оқиға анықталған, бекітілген, біз оны міндетті түрде жариялаймыз. Дүниежүзі тарихы бойынша 100 оқиға. Дидар мырза, мындай сұрақ, мына жалпы көбісі сұрап жатыр, мындай балмен қаяққа грантқа түсуге болады, мындай балмен қандай грантқа. Мына мамандықта грант бар ма? Жалпы барлықтарына ортақ бір не бар ма? Көретін жер, қарайтын жер немесе сайт? Мен жаңағыны айттым, жоо.kz деген сайт бар. Мысалы, грант шыққанда біз бірінші сол біздің серіктесімізге береміз, жоо.kz-тан аласыздар. Ол жеке жоба болғандықтан оларда ақылы функционалы бар. Бірақ барлық жалпы негізгі ақпарат тегін. Қанша бал керек, қанша грант бөлінді, өткен жылда қанша грант балмен түсті балалар. Бұл ақпарат 100% тегін қолжетімді болады сіздерге. Сол жоо.kz сайтынан және жоо.kz арнайы бір қосымша бар. Сол қосымша арқылы өте ыңғайлы. Қазіргі таңда қателеспесем 140 000 рет жүктелген қосымша. Көп балаларда бұл қосымша бар. Сол қосымшада ресми ақпарат. Бізде интеграциямыз бар арамызда. Біздің ақпаратымыз тікелей сол қосымшаға жіберіледі. Түсінікті. Жалпы мына ұбт уақытында 15 минуттық демалыс берген кезде жалпы балалар еркін түрде бір-бірімен сөйлесе ала ма деген сұрақ. Дәртханаға барып, или қалай беріледі 15 минут? Жоқ, мен жаңағыны айттым. Балалардың арасында міндетті түрде арақашықтық, әлеуметтік арақашықтық болу керек. Және демалыс кезінде ешқандай сөйлесуге болмайды. Егер дәретханаға шықсаңыздар, сол дәретханада да біздің кезекшілеріміз болады. Сондықтан талапты бұзуға ешқандай мүмкіндік болмайды. Тек қана өзіне шығып, демалып, ешкіммен сөйлеспей, телефоныңызды алмай, анама хабарласамын, ата-анама хабарласамын деген жоқ. Өздеріңіз немесе жай отырасыз ба, жаттығуын жасайсыз ба сол кабинетте бірден. Бірақ сөйлесіп, сұрақ қойып мүмкіндік болмайды. Құрметті көрермендер, жаңа сұрақтарды көріп жатырмын, көбінесе черновиктер болады деді. Черновик міндетті болады. Сұраққа жауап бермей, кейінге қалдыруға бола ма? Сонында жауап беру үшін, әрине болады. Пәндерде сұрақтарды қалдырасыздар. Басқа пәнге ауысуға болады. Басына көшуге болады. ЕНТ-ға шоколад алып көруге бола ма? Мен жаңағыны айттым, өзіңізбен бірге алған нәрселерді сіз кіре берісте қалдырасыздар үстелде. Мысалы, шоколад алсаңыздар, барып, шоколадты алып, сосын орынға келесіздер. Өйткені техникамен жұмыс дегенде тамақ, су деген болмау керек. Өйткені ол техникаға бір әсер жасау мүмкін, және сізге де бір жарақат алып келу мүмкін. Сондықтан қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін барлық нәрселерді қалдырасыздар. Получается, Дидар Мырза, на каждый вопрос нету такого определенного времени, да, минуты. Получается, если он не ответил на этот вопрос, он может вернуться на этот вопрос позже. Совершенно верно. Я вначале сказал, что на один вопрос дается 1,5 минуты. Это в общем. То есть вы можете на один вопрос потратить и 50 минут, если он сложный, но на другие потратить по 3 секунды. Вы решайте сами. Вы можете быстро сдать предмет, который вам легкий, который не вызывает вас сложности, и оставить на сложный. Либо вначале сдать трудные профильные предметы, а потом обязательные. Да? То есть это вы выбираете сами, как вам удобно. Удобно начать с биологии, химии, пожалуйста. Удобно начать грамотность чтения, начинайте с нее. Поэтому нет ограничений. Вот вопрос. Если ученик набрал 0 балла из 45 по профильному предмету, а в общем набрал 65, считается проходным. Во-первых, проходной балл по общее количество баллов 35 по профильным предметам.
Если набрал 0, 1, 2, 3 или 4, неважно, даже если он набрал 100 баллов, он не прошел. Потому что есть понятие как минимальный проходной балл в 5 баллов. Профессор Куоту я ответил, форма туралы мен айттым, формасы келуге болады, өзіңіз шешесіздер. Смартфон болған жағдайда. Мен айтып жіберейін, құрметті көрермендер, бүгінгі талқыланған эфир барлығы сақталады. Және де екіншіден, бүгінгі талқыланған сұрақтардың барлығын жеке-жеке жауабымен біздің инстаграмымызда, осы educon.kz инстаграмымызда біз жариялайтын боламыз. Сол жерден де көрсеңіздер болады. Қазір нақты керек сұрақтар талқыласақ, Дидар мырза мен мүмкіншіліктеріңізді жіберіп Марттағы ұбыт, наурыздағы ұбыт тек қана ақылы түрге түсу үшін. Регистрация ұбытыға онлайн түрде ұйымдастырылады. Смогу ли я поступить в военный вуз с баллами, которые я набрал в марте? Нет, не сможете. С баллами вы сможете поступить в такой вуз с баллами, которые наберете в апреле-июне. Апелляция бізде конкурсқа дейін қарастырылады. Мысалы, сәуірде апелляцияға берсеңіз, бірінші апелляцияның отырысы мамырда болады, екінші апелляцияның отырысы маусымда болады. Содан кейін сізге жеке кабинетіңізге жауап келеді. Яғни конкурс 5 шілдеде бастаса, 5 шілдеге дейін апелляция сұрақтары толық қарастырылады. Өзіңізбен бірге Менделеев кестені алып бармайсыздар, өйткені барлық кестелер компьютерде болады. Бағдарлама утоны күндей болады. Біздің тест жүйесі, біздің сайтымыз сол утодағыдай болады. Дидар мырза, регистрацияға байланысты инструкция бір жерден қарауға бола ма? Я әрине тіркеуді ашқанда біз арнайы нұсқалық сол бейне ролик және текст әзірлейміз, таратамыз, жібереміз, жариялаймыз. Қалай тіркелуге болады, не басу керек, сол туралы уайымдамаңыздар. Тек біздің ресми парақшаларымыздың подписчик болып ақпарат алыңыз. Шығармашылыққа мат сауаттылық қосылмайды. Егер бір пәннен 5 балл алсам, грантқа түсе аламын ба? Жоқ, бәр пән бойынша 5 балл алу керек. Барлық пән оқулықтар бойынша, кітаптар бойынша сайтымызда арнайы ақпарат бар. УБТ-ның сұрақтары қай кітаптан алынғандығын көруге болады. Біз барлығын жаздық. Қай кітап, кімнің кітабы, қай жылда жазылған. Наурыздағы УБТ қашан болайын деп жатыр, примерно нешесінен. 1-10 наурыз аралығы. Жоспарымыз бойынша 1 наурыздан бастаймыз, бірақ қазір бізде 3 облыста осы ауа райыға байланысты компьютер келелмеді уақытында, сондықтан сәл 10 наурызға дейін өзгерту мүмкін уақыты, бірақ наурыздың басында бастаймыз. Да, на каждого человека будет по одной камере. Сұрақ қойып отыр, да? На каждого человека будет по одной камере, и будут обзорные камеры в аудиториях для онлайн-трансляции, где ваши родители смогут следить за тем, как проходит экзамен. Масочный режим, да, обязательно нужно будет соблюдать, приходить в масках. То есть это очень важно. Ну, это уже, наверное, умолчание везде. УБТ-ның алтын белгіге әсер етпейтіндігін туралы ресми хат бар ма? Гүлназ Кекілбек. Әрине,
2019 жылдан бастап УБТ алтын белгіге ешқандай әсерін тигізбейді. Ресми хаттар бар, ол ережелер бар. Қорытынды аттестатқа УБТ ешқандай әсерін тигізбейді. Сондықтан ережеден қарауға болады оны. О проходных баллах на грант можно найти на сайте ЖО.КЗ, как я уже сказал. Это официальный наш партнер. Вся информация там актуальная. Мы все результаты ЕНТ, результаты конкурса отправляем на этот сайт параллельно с нашим сайтом, параллельно с другими нашими партнерами. 100% әділ болады деген кепілдік бере аласыз ба? Нұрайым ханым, мен жаңағыны айттым, 100% әділ болады деп уәде бере аламын, кепілдік бере аламын. Өйткені бірнеше шаралар бар. Эфирдің басында сол туралы айттым. Золотая медаль влияет на грант. Да, вы, Гулим Ергешбай, если вы являетесь обладателем алтын белги, я так понимаю, об этом идет речь, то при распределении грантов у вас будет преимущественное право. То есть, если вы набрали 100 баллов, ваш конкурент набрал 100 баллов, и решается, кто из вас получит грант, то получите его вы, так как у вас есть медаль алтын белги. После медали алтын белги мы смотрим на средний балл вашего аттестата, сколько пятерок, четверок. Если и аттестат одинаковый, то мы смотрим на количество набранных баллов по профильным предметам. Дидар мырза, мындай сұрақ туындап тұр менде. Ана жылы УБТ тапсырып жатқан оқушыларды кез келген жерден біз де көре алатын едік. Осы жылы да ондай мүмкіншілік бар ма? Иә, мен жаңа айттым, тікелей трансляция болады. Әр баланың басында бір камера болады деп мен айттым, және әр аудиторияда бүкіл аудиторияны қадағалайтын камера бар. Оның сілтемелерін біз міндетті түрде жібереміз, жариялаймыз. УБТ университетте бола ма, әлде арнайы бір мекемелерде бола ма дейді? Жалпы арнайы бір мекемелерде болады, бірақ кейбір облыстарда сол мекеме университетте орналастырылған. Университетте немесе кейбір жағдайларда мектептерде, мысалы ауылды алсақ. Бірақ барлығы жарияланатын болады, 1-2 аптаның ішінде ресми түрде барлығын көрсетеміз. Түсінікті. КТА мен ЕНТ айырмашылығы дейді. КТА айтып кетті. КТА қазір жоқ. Жоқ, мүлдем жоқ. Барлығы ЕНТ тапсырады, УБТ тапсыратын болады. Рахмет деп жатыр. Қараңыздар, шығармашылық тапсыратындар әрбір сұраққа, егер тек қана шығармашылық тапсыратын балалар, әрбір сұраққа 1,5 минут беріледі. Сол сұрақтарды есептеп, тек қана сонша уақыт беріледі. Сіздер 240 минут отырмайсыздар. Жаңа эфир барысында Дидарымыз айтып кетті. Ауыл квота туралы айтып кетейін. Жаңа мен айттым, жалпы ауыл квота бұл не? Ауыл квота ол тек қана ауылда оқитын балаларға арналған гранттар. Мысалы, бір мамандық бойынша инженерияға 100 грант бөлінеді. Сол 100 гранттың 30%, яғни 30 грантты тек қана ауылда оқыған балаларға арналған. Ал қалған 70 грантты барлық балаларға арналған. Мысалы, сіз 120 балл алсаңыздар, осы мамандыққа сіз 120 балмен жалпы конкурстен өтесіздер. Ал егер дәл осы мамандыққа 100 балл болса, сіз ауылдық квотаның егері болып, 100 квота балл болса, гранттар, мысалы, 111 грантқа дейін болған, жалпы конкурс бітті. 114-тен 110-ға дейін тек қана ауылда өскен балаларға, ауылда мектепті бітірген балаларға сол гранттар бөлінеді. Яғни, жылда осындай жағдайлар болады. Мысалы, қалада оқыған балалар, оларға шектік балл 120 балл болады, ал ауылдық квота бойынша шектік балл 95. Ол да болуы мүмкін, өйткені ауылда оқыған балалардың саны аз, қала балалардың санымен қарағанда, бірақ оларға бөлек 30% грант бөлінеді. Сондықтан мүмкіндіктері көп. Неге қайталанған сұрақтарға жауап беріп отырсыздар? Толқын ханым, дұрыс айтасыздар. Дидар мырза, жалпы ауқымды сұрақтарға біз жауап берген сияқтымыз. Егер әлі де жауап бермеген сұрақтар болатын болса, тікелей тест-центр KZ парақшасына немесе Дидар мырзаның өзіне сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Мен өзімнің қазір парақшамды жазайын, және өзімнің WhatsApp номерімді жазам. Оған тікелей сұрақ жазуға болады, бірақ мен оған бірден жауап беремін деп уәде бере алмаймын. 1-2 күннің ішінде уақытым болғанда WhatsApp-ымды ашып,
сізге тікелей жауап беремін. Ол менің WhatsApp-ым ешқандай көмекші емес, қолымда тұратын WhatsApp. Оған хабарласуға қажеті жоқ. Түнде групповой видеозвонок салуға қажеті жоқ. Егер солай ойнап, маған түнде мазаласаңыздар, мен сіздерді бірге блокқа жіберемін. Өкінішке орай осындай жағдайлар бар. Ал басқа сұрақтар болса, мысалы қазір мен 1-2 күннің ішінде жауап беріп отырамын. Емтихан кезінде мен күнде жауап беріп отырамын, өйткені өзекті мәселелер болуы мүмкін, оған жедел жауап беруге керек. Сондықтан мен эфирге өзімнің WhatsApp номерімді жаздым, және менің инстадағы парақшам. Комменттерге жазсаңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Динар мырза, сізге мұндай тұшымды керемет сұхбат, уақытыңызды бөліп келе бергеніңіз үшін көп рахмет. Көрермендеріміз біршама пайдалы ақпараттар алды деген ойдамыз. Оқушылар арасында мұндай бір сыбыстар жүр. Дидар ағай сказал, Дидар ағай сделал деген. Міне бүгін айтылғандардың бәрі істеледі, және деген ойдамын. Барлықтарыңызды келе жатқан ұбт-ға дұрыс дайындалуларыңызды сұраймыз. Барлықтарыңызға сәттілік, көп рахмет біздің эфирімізге келіп, пайдалы ақпарат алғандарыңызға. Сіздерге де Дидар мырза, алдағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуі сәтті және әділ өтуіне тілейміз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Тағы да өзекті мәселелер болса, осылай талқылап, кешке қарай әңгімелесіп шығуға дайынмын. Барлық оқушыларға сәттілік. Бүгін 4500 бала қараған балалар түгіл грантқа түседі деп ойлаймын. Соны тілеймін. Барлықтарыңызға мамандықтарыңыздың гранты жатсын. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Сау болыңыздар, құрметті оқушылар, ата-аналар.